Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, ата-аналар. Бүгінгі менің өткізетін мастер-классымның тақырыбы ағылшын тілі алфавитін үйрену. Бұл сабақта мен өз тәжірибеммен бөлісемін. Өте қарапайым әдістерді көрсетемін. Соңына дейін қараңыздар. Бұл сабақ сонымен қатар көп балалы аналарға да пайдалы. Өйткені бұл сабақта олар алфавитті өздері меңгеріп, өз балаларына үйрете алады. Мектепте ағылшын тілін грамматикасын білетін оқушылар өте көп, бірақ оқуға келгенде қиналады, қате оқиды, дыбыстарды білмейді. Ондай оқушыларға менің каналымда ағылшын тілін үйрену деген бөлімде 3 сабағым бар. Сол сабақтарды қарауға кеңес беремін. Егер менің сабағым ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып, тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Құрметті оқырмандар, ата-аналар, мен сабақты бастамас бұрын өзімнің пайдаланатын оқулығыммен таныстырғым келіп отыр. Ол Валентина Скультенің «Английский для детей» деп аталады. Мен бұны өзімнің бастауыш сыныптарыма қолданамын және ағылшын тілі алфавитін үйренетін оқырмандарға ұсынамын. Бұл өте қарапайым оқулық. Ішінде lesson 1, lesson 2 деп бөлінген сабақтар. Әр сабақта 5 әріптен үйренесіз, және осы 5 әріптен құралған сөздер бар. Сонымен қатар оқуды, жазуды үйренесіз. Әріптер, дыбыстар, жаңа сөздер және тапсырмалар берілген. Бұл тапсырмалар есте сақтау қабілетін дамытуға көмектеседі. Ағылшын алфавитін қайталаймыз. English alphabet. A. Apple. B. Butterfly. C. Car. D. Dog. E. Elephant. F. Fish. G. Gift. H. House. I. Icicle. J. Juicy. K. Key. L. Leaf. M. Mushrooms. N. Nuts. O. Owl. P. Pig. Q. Queen. R. Rocket. S. Sun. T. Turtle. U. Umbrella. V. Violin. W. Watch. X. Xylophone. Y. Yacht. Z. O. Z. Zebra. Дәл осылай алфавитті қайталаймыз. Әріптердің оқылуымен таныстық, енді оны есте сақтау керек. Ал оны есте сақтаудың ең қарапайым жолы әрине атақты балалар әні ABC. Оны бірге айтайық. No, I know.
сабағымыздың 3-ші бөлімін бастаймыз. 3-ші бөлім ағылшын тілі алфавитін үйрену. Lesson 1. Сабақ 1. Ағылшын әріптері. Тыңдаймыз. A, B, C, R, T. Жанындағы жазылуы A, B, C, R, T. Осы әріптерді дәптер арнап жазып аламыз. Енді осы әріптерден құралған сөздер мысал келтірілген. A cat, a bat, a rat. Енді осында сұрақ туындауы мүмкін. Мына жерде біз C деп айттық. Мына жерде неге ол К болып оқылып жатыр? A cat деп. Енді қараңыз, ағылшын тілінде кейбір әріптер екі дыбысты береді. Яғни екі түрлі дыбыс алуы бар екен. Ол қай кезде C, қай кезде К болып оқылады. Міне осы үш әріп E, I, Y әріптері келсе, C әріптен кейін ол С болып оқылады. Ал қалған әріптер келсе, ол кезде К болып оқылады. Есте сақтаймыз. Есте сақтай алмасаңыз, ереже дәптер арнап, ереже дәптерге жазып аламыз, немесе сол дәптерге жазып аламыз. Әріптерден кейін жазып аламыз. Келесі. Оқу. Тыңдаймыз. At. Cat, rat. Bat. A cat, a rat, a bat, a rat, a bat. A rat, a cat, a bat. Дәл осылай оқытасыз. Келесі әріптерді жазып, жазу дәптерге жазу дағдыңызды дамытасыз. Немесе балаңыздың жазу дағдысын дамытасыз. Келесі әріптер және дыбыстар. Енді мына әріптер қандай дыбыстарды береткен? A әрібі алфавитте A деп оқылады, бірақ айтылады, бірақ оқылған кезде ол әтештегіне немесе экскаватор дегендегі дыбысты береткен. C әрібі К болып оқылады, T әрібі Т болып оқылады, B әрібі Б болып оқылады, R әрібі Р болып оқылады екен. Түсінікті ойда. Келесі сөздер, жаңа сөздер. Ереже дәптер арнап, жаңа сөздерді көшіріп жаттаймыз. A cat, яғни мына жерде транскрипция. Транскрипция дегеніміз не? Ол сол сөздің оқылуы. Сөздерді транскрипциясымен бірге жаттаймыз. A cat, мысық. A bat, жарғанат. A rat, егеу құйрық. Келесі тапсырма. Мына жерде екі тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада сөздерді оқисыз және оларды аударасыз. A rat, a bat, a cat. A bat, a cat, a rat. Керісінше. Келесі тапсырмада сіз қазақша аудармасын бересіз, ол ағылшынша аудармасын айту керек. Түсінікті ойы. Келесі есте сақтау. One. Бір. Lesson, сабақ деген. Дәл осылай барлық сабақтарда осындай тапсырмалар берілген. Сіз осылай үйреніп алып, балаңызға үйретесіз. Lesson 2. Сабақ 2. Тыңдаймыз. D, E, H, N, P. Қасындағы жазылуы. D, E, H, N, P. Дәптерге көшіріп жазып аламыз. Енді осы әріптерден құралған сөздер.
a cap, a cap, a hat, a hat, a pen, a pen, a hen, a hen. Х әріпін қатты айтпаймыз, х деп. Жіңішкелеп айтамыз. A hat, a hen. Lesson 3. G, G, I, U, O, O. Жазылуы. G, I, U, O әріптердің жазылуы. Дәптерге көшіріп жазып аламыз. Осы әріптерден құралған сөздер: a dog, a dog, a gun, a gun, a pig, a pig, a cup, a cup. Мұнда тағы сұрақ туындауы мүмкін. Мына жерде біз G деп айттық қой, неге мына жерде біз G деп оқып жатырмыз. Бұл да манағы C әрбі сияқты екі түрлі дыбысталады екен. Яғни сол үш әріп I, E, Y әріптері кетсе, ол G болып оқылады, қалған әріптер келсе, ол G болып оқылады екен. Мына әріптен кейін келсе, I, E, Y әріптері ол кезде ол G болып оқылады. Ал мына жерде оның алдында тұр, я? I әрібі, онда ол G болып оқылады екен. Pig, dog. Lesson 4. Сабақ 4. F, J, M, X. Мысалы, a box, jam, a bed, a fox. Lesson 5. K, L, S, V. Мынау жазылуы. K әрібінің жазылуы, L әрібінің жазылуы, S және V әріптерінің жазылуы. Дәптерге жазып аламыз. Тыңдаймыз. A kitten, a vase, a star, a lamp. Lesson 6. Сабақ 6. Әріптер: Q, W, Y, Z немесе. Мынау жазылуы осы әріптердің. Дәптерге жазып аламыз. Мысалдар: a squirrel, a zebra, a wolf, a boy. Келесі бөлім практика бөлімі. Бұл бөлімде мен сіздерге оқушыдан, баладан кері байланыс алу әдістерін көрсетемін. Бұл өте қарапайым әдістер. Ешқандай ноутбук, интернет қажет етпейді. Қалам мен қағаз болса жарайды. Бірінші әдіс ол listen and write деп аталады. Яғни тыңда және жаз. Сіз өткен сабақтың әріптерін сұрайсыз, бала соны жазу керек. Мысалы, екі сабақты қосып сұрасаңыз болады. Сонда ол қызықты болады. Lesson 1, lesson 2-дің сабағын мысалы сұрайық оқушыдан. C, R, T, A, B,
M P H N. Дәл осылай баладан сұрайсыз, бала соны жазу керек. Яғни бұл баланың тыңдау және жазу, ойлау дағдысын дамытады. Келесі әдісіміз listen and circle the letter деп айтылады, яғни тыңда және әріпті дөңгелекте. Сіз әріпті айтасыз, кез келген жерден бала соны тауып дөңгелектеу керек. Ал where is the letter P? P әрібі қайда? Good. Where is letter C? Where is the letter C? Where is the letter U? Good. Where is the letter J? Дәл осылай қайталайсыз. Осы әріптерді сіз қағазға жазып, осы әдісті пайдаланыңыз. Өте қызықты балаға ол. Ойлау және есте сақтау дағдыларын дамытады. Келесі әдіс бұл translate into Kazakh, яғни қазақ тіліне аудар. Бұл әдісті сіз жаңа сөздерді жаттады ма, жаттаған жоқ па, соны тексересіз. Мысалы, pen. Қапталына сызықша қойдырасыз. Бала жазу керек аудармасын. Мысалы, қалам. Әр сабақта қолданасыз, жаңа сөзді тексеріп отырасыз. Hat, шляпа. Bed, төсек. Осылай. Келесі translate into English. Енді сіз ағылшын тіліне аудар, яғни сіз қазақша сөздерді бере, сол ағылшын тілін аудармасын жазу керек. Мысалы, төсек, bed, мысық, егеу құйрық, өте қызықты тапсырма. Баланың барлық дағдыларын сіз дамытасыз, осы әдістерді пайдалансаңыз. Өте қарапайым, ешқандай интернет, ноутбуктың қажеті жоқ, ақ бет пен қалам болса жарайды. Құрметті көрермендер, ата-аналар, осы кітаптың электронды түрін сіз Google-дан іздеп жүктеп алсаңыз болады, немесе осы кітаптың PDF форматын мен төменге сілтемесін қалдырамын, жүктеп алсаңыздар болады. Менің каналымда сонымен қатар плейлисте бөлімінде ағылшын тілінде оқуды үйрену сабақтары бар. Ол жерде дауысты, дауыссыз дыбыстар, сонымен қатар жалғаулар туралы сабақтар түсірілген. Соларды көріңіздер, сілтемелерін төменге қалдырамын. Осымен менің онлайн мастер-классым аяқталды. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.